2 жыл бойы ағылшын тілімен айналыспай, сосын белгілі бір жазғы демалыстың уақытында Вьетнамға барған менің бір оқушым ағылшын тілінің деңгейінің күрт төмендеп қалғанын байқаған болатын. Солайша ол сабақтарға қайтып оралды. Және де бұл жердегі айта кететін жағдай ол қалыпты нәрсе. Себебі осы оқушым Ресей мен Қазақстанның арасында жүрген жұмысбасты кісі болатын, сондықтан сабақтарды тоқтата тұруға мәжбүр болды да. Бірақ сол Вьетнамдағы кісілермен сөйлескен кезінде ағылшын тілінің деңгейінің төмендеп қалғанын байқады да, сөйтіп қайтадан сабақтарға оралды. Және де бұл қалыпты жағдай. Себебі бұл барлығымыз білеміз, тіл ол сөйлеу құралы. Егер тілді қолданбасаңыз, ол ұмытылып қалады. Тура жаңағы балда немесе балға, пышақ сияқты заттарды қолданбасаңыз, сол құралдарды қолданбасаңыз, олар тот басып тұрып қалады ғой. Сондықтан тіл де сондай ұмытылып кетеді. Ал ұмытылып кетпес үшін не істей аласыз? Осындай жаңағы ғаламтордың дамыған заманында сіз жасанды ағылшын тілдік ортаны қалыптастыра аласыз. Қалай десеңіз, видеоларды көру арқылы, және де сол тыңдалым нақышын дамыту арқылы, және де сол сөйлеу арқылы. Яғни қарапайым қандай қимыл әрекеттер жасап жатсыз, мысалы тісіңізді жуып жатсаңыз, I'm brushing teeth, үй жинап жатсаңыз, I'm vacuuming, mopping the floor, doing dishes деген сияқты қимылдарды айта отыра, сіз ағылшын тіліңіздің деңгейін төмендетпейсіз. Яғни бұл жерде сіз белгілі бір ағылшын тілдік ортаға нақты түрде барудың қажеті жоқ. Және де мен оған өзімде дәлелмін. Мен ешқашан жаңағы ағылшын тілдік мемлекеттерде өмір сүрмегем, бармағам. Сондықтан менде не бар, мен ағылшын тілін меңгергем, сөйтіп мен өз балама жаңа туған нәрестеме бірден ағылшын тілінде сөйлей бастадым. Ол қазір 7 жаста. No, I'm not going to be naked. I'm going to be naked. How do you like it? Good, but can you give me those Berries? Yeah. Yeah, I will. I will give you. I think I drink it all of it. You think you drink it, all of it. Sunny? Look at me. How do I look? You look amazing. The most beautiful girl in the world. Thank you. The most beautiful girl in the world. Thank you. Thank you. So kind of you. Daddy, did Daddy just have a crush on you? Of course he did. Why? He did have a crush on me. But why? Because he loves me. Because he just fall in love. Yeah. Because you look beautiful. Yeah, I do. There. Come here. Why would I come to you? Because my games are going to find you. This way, Mom. Square. Go down. Go down. And hit it like this square. Square for heating. Okay, I got And blow here. it. Blow here. First me. Okay. I need the air and I need the engine. Eh? Azul. No, we need to take a picture of you with this phone holder. You want to... What are these? Okay. Mommy? What is this? Mom, look! This is swimming thing. Mommy? Mommy, say... Yedige. Dog. Papa. Cat. Lion. Airplane. Cow. Hi! You climbed it up, Sunny. You did it. You did it 4 times. Comfortable. Comfortable. Wonderful. You look amazing. As the shoes we should wash. Because Yeah, we it's should. not the clothes. Yeah, that's true. Can you walk? I can walk at home with those shoes. That's true.
әрине 7 жаста үлкен жаңағы ағылшын тіліндік ортаны қалыптастырғанымнан, оған жасанды қалыптастырғанымнан, ол ағылшын тілінде еркін сөйлейді, ол кішкентайынан бері еркін сөйлейді, тілі ағылшын тілінде шықты, қазақ, орыс тілдерін әрине біледі, ол сөйлейді, сондай трилингв. Барлығымыз Қазақстанда тұрғандықтан барлығымыз жаңағы билингвпіз, біз орысша қазақшаны жақсы меңгеріп алғанбыз. Тура сол сияқты сіз жасанды орта қалыптастыру арқылы, яғни отбасы мүшелеріңізге, достарыңызға ағылшынша сөйлесу арқылы, сол ютубта көрген видеоларыңызды түсіндіріп, немесе белгілі бір сериалдарыңызды түсіндіріп, фильмдеріңізді түсіндіріп, соның барлығын айтып берсеңіз, әрине сіз өзіңізге де айтып бере аласыз, диктофонға жазу арқылы, немесе видео түсіру арқылы барлығын ағылшын тілінде жаңағы орындап отырсаңыз, ол күшті жаттығу болып есептелінеді. Сондықтан оған еш уайымыңыз болмасын. Қалыпты жағдай, егер сіз де осындай нәрсені бастан кешіріп жатсаңыз, егер сіз де ағылшын тілдік деңгейіңіздің төмендеп жатқанын байқасаңыз, ол қалыпты жағдай, сіз жалғыз емессіз, окей? Соны айтқым келеді. Ал екінші нәрсе, бұл жерде неге сол оқушым маған қайтып оралды десеңіз, мақтанғаным емес, бірақ жалпы факт, мен әрбір оқушым немен қызығатынымен үнемі сұрап, өзім қызығып отырамын, себебі осы сабақ жоспарларын өзім дайындаймын. Сол сабақ жоспарларында адамның қызығушылығына қажетті, немесе ақпаратты сол адамға қажет болады-ау, немесе адамның қызығады-ау деген тақырыптарды алып, мен сол тақырыптардың төңірегінде коммуникативті, яғни үнемі жаңағы сөйлеп отыруға, адамды сөйлетуге арналған жаттығуларды арнайы қосып, мынандай сабақ жоспарларын дайындаймын. Мысалы, Where are all the aliens? Менің оқушым жұлдыздарға және де басқа ғаламшарлықтарға қызығады, сондықтан осындай сабақ жоспары болды. Яғни видео көреміз, сол видеоны талқылаймыз, жақсы сөздер, сол видеодан шыққан сол сөздерді жаттығып, сол сөздерге арнайы жасалынған бүкіл тапсырмалар арқылы сөздер жатталынады. Мысалы, мынау екінші тақырып cancel culture. Жалпы осы тақырыптардың барлығы осы оқушыма қызық, видео көреді, сол видеодан шыққан сөздермен жаттығады, жаңа сөздер жаттайды. Жалпы сөйлеуге коммуникативті тәсілмен жасалынған осындай сабақ жоспарларын ұйымдастырып отырамын. Себебі мен үшін оқушының сөйлегені қатты маңызды. Тек қана жаңағы белгілі бір грамматиканы немесе теорияны жаттап отырмайды. Өзім оған жалпы ондай нәрсеге қатты қызықпаймын, сондықтан оқушымның мүмкіндігінше көп сөйлесуі мен үшін бір ғанибет, сондықтан үнемі осындай сабақ жоспарларын дайындап отырамын. Егер сізде ағылшын тіліңіздің деңгейінің көтерілуін қаласаңыз, үнемі жаттығыңыз деп айтқым келеді, сөйлеңіз. Өйткені тіл сөйлеу құралы, ұмытпаймыз, ол тек қана белгілі бір кітаппен оқып отыратын нәрсе емес. Сізге үнемі сөйлеп отыру керек. Сол сөйлегеніңізді тілеймін, және де маған тіркеліп кетсеңіз, менде ағылшын тілінде жазылған жаңағы қаншама видеолар бар. Сол видеоларды тыңдай отырасыз, жаңағы тыңдалым нақышыңызды белгілі бір жақсы дәрежеге жеткізесіз, сөйтіп жаңағы ары қарай сол сөздердің айтылуы, pronunciation, тыңдалынуы, және де сол сөзді айтуға, сол сөйлемдерді айтуға деген мотивацияңыз ашылады деген сенімдемін. Сондықтан маған тіркеліп кетіңіз. Рахмет үлкен.